Жаңа жер. Бірінші бөлімнің 9-шы тарауы. Кеңес мүшесі. Сеанс кезінде кеңестермен байланысы бар немесе солардың мүшесі болып жүрген пациенттерді жиі кездестіремін. Әртүрлі кеңестер бар екенін білдім. Күн жүйесінің, галактиканың, ғаламның және тағы басқа кеңестері. Барлық қатынастарды реттеп отыратын белгілі бір ережелер бар. Тағдырдың жазуы деп айтатын ештеңе жоқ. Рухани әлемде басқа да міндеттерді орындайтын кеңестер бар. Мысалы, жер тұрғындары туралы құжаттама жүргізу. Бұл кеңестердің барлығы білім мен ақпараттың жинақталуына өте мүдделі. Біреудің бұл туралы ойлайтынына қуанамын. Әйтпесе, әлемде хаос орнайтын сияқты. Сьюзан бұлттан түскенде жып-жылы мұхит суының үстінде тұрды. Жағалауға жақын еді. Қасында суға түсетін баспалдақ болды. Баспалдақ ғибадатханаға апарады. Ол баспалдақтың оң жағында тұрған 3 әйелді көрді. Қарама-қарсы жақтан тағы 3 әйел келіп амандасты. Сьюзан: олар қарапайым жеңіл көйлек киген. Баспалдақтың төменгі жағында тұрған аяғын тізесіне дейін суға батырып алған. Олар мені ғибадатханаға шақырады. Мен өтіп кетуім үшін оларға бірдеңе айтуым керек сияқты. Бәрі бірдей мұнда келе алмайды. Белгілі бір сөздерді айту керек. Долорес: не айту керегін білесіз бе? Сьюзан: олар біздің ұйымға жатпайды, бірақ олар мені күтіп отыр. Долорес: ұйым дегеніңіз не? Сьюзан: бір мақсатпен біріккен адамдар тобы. Сьюзан қолымен күрделі қимылдар істей бастады. Мен одан бұл нені білдіреді деп сұрадым. Бұл энергия алмасатыны туралы сигнал. Долорес: олар сені тану үшін осы қимылдарды істеуің керек пе? Сьюзан: кім екенімді хабарладым. Олар менің келгенімді біліп қабылдады. Долорес: олар келетініңді білді ме? Сен қайдан келдің? Сьюзан тағы да қолмен қимыл жасап, жоғарыны көрсетті. Нені көрсеттің? Сьюзан: мәссаған! Бұл жұлдыздар базасы. Долорес: олар бұл туралы біле ме? Ол жерге қалай бардың? Ол өзінің жауаптарына таң қалды және менің сұрақтарыма сенімсіздікпен, әзілмен жауап берді. Мен судағы портал арқылы келдім. Керемет! Олар менің келгенімді білді, деді. Долорес: өзің кіретін ұйым жұлдыздар базасында ма? Сьюзан: ол галактика аралық. Мен сол кезде жалпы мәдениетке қосылу үшін жер бетінің жағдайына бейімделіп, денеге енуім керек еді. Мен де солар сияқты киінген әйелге ұқсаймын. Долорес: басқа жерде жүргенде қалай көрінесіз? Сьюзан: жарық. Мен жарық денесімін. Долорес: қалғандары да сен келген жерден келген бе? Сьюзан: дұрыс, біз мұнда көмектесу үшін келдік. Долорес: сонда осындай жерге келгенде жерде тұратын адамдар сияқты болуың керек пе? Сьюзан: осы жағдайға қатысты алғанда иә. Басқа кезде бұл адамды шатастыруы мүмкін. Долорес: қазір олар сені қабылдады ма? Сьюзан: мұны жұлдыздар мен астрономдар алдын ала айтқан. Бұл белгіленген күн еді. Долорес: олар біреудің келетінін білді ме? Сьюзан: олар ақпарат алмасу делегациясы. Долорес: олар мұны бұрын істеген бе? Сьюзан: иә, бірнеше рет, бірақ мен анда-санда келемін. Долорес: сен алмасу туралы айтып қалдың. Ол қандай алмасу? Сьюзан: ақпарат алмасу. Енді біз бұған ерекше назар аударуымыз керек. Долорес: неге ерекше назар аудару керек? Біреу ақпаратты дұрыс пайдаланбады ма?
Сьюзен: қазірдің өзінде тенденциялар байқалады. Ашкөздіктің тұқымы өніп кетуі мүмкін. Бұл адамдар өздерінің ықпалын пайдаланып жатыр. Бірақ біз мұны білеміз және ашкөздік тұқымы өнгенше оны өзгертуге болады деп үміттенеміз. Долорес: бұрында дұрыс пайдаланбады деп ойлайтын ақпарат әкелдің бе? Сьюзен: әртүрлі уақытта әкелдім. Долорес: келгенде бәріне бердің бе? Сонда кімге бердің? Әлгі топқа ма, әлде басқаларға ма? Сьюзен: басқа топқа. Бұл ғаламшарда бұрында апаттар болған. Долорес: апаттың болуына не себеп болды? Сьюзен: пайда табу үшін табиғи заңдар мен материяны манипуляциялау себеп болды. Долорес: мұны сол кезде өмір сүрген тіршілік иелері істеді ме? Сьюзен: иә, жерді мұз жауып кеткен кез, сондай кездердің бірі еді. Долорес: бұл оларды тоқтатуы керек пе еді? Сьюзен: қайта бастады. Долорес: бәрі немі қайта бастай ма? Олар маған бұл туралы бірнеше рет айтты, ал мен басқа кітаптарымда жазғанмын. Ертеде жер бетінде көптеген өркениеттер болды. Кемеліне жеткенде адамның билікке таласынан жойылып кеткен. Долорес: мұз басқаннан басқа тағы не болды? Сьюзен: үлкен жарылыс. Осы күн жүйесінде бұрын тағы бір ғаламшар болған, бірақ ол жарылып кетті. Ол Марс пен Юпитердің арасындағы ғаламшардың жарылып кетіп, астероид белдеуін тудырғанын меңзеп отыр. Бұл туралы менің басқа да кітаптарымда жазылды. Долорес: мен бұл туралы естідім. Бұл үлкен хаос тудырды ма? Сьюзен: табиғи заңға араласуға болмайды. Долорес: сол кезде заңға біреу араласты ма? Сол ғаламшардың жарылғаны жерге қалай әсер етті? Сьюзен: бұл аспаннан от жаудырды. Долорес: демек, сол уақытта өркениеттер жойылып кетті ме? Қазір сіз осы адамдармен кездесуге келдіңіз. Тағы бір нәрсе болатынын айттыңыз ба? Сьюзен: бізді адамдардың санасына ашкөз ойдың ұрық салғаны қатты мазалайды. Долорес: бірақ бұл топта мұндай ой жоқ па? Сьюзен: қазір жоқ. Біз кеңес беріп, ақпаратпен таныстыру үшін келдік. Долорес: олар тыңдайды деп ойлайсың ба? Сьюзен: тыңдайды деп үміттенеміз. Ол ғибадатханаға кездесуге бара жатқанын айтты. Сондықтан мен оны ғибадатхананың ішіне кірген кезге ауыстырдым. Долорес: онда көп адаммен кездесесің бе? Сьюзен: тек келген делегациямен. Менің әкем осы ғибадатхананы басқаратын діни қызметкер. Ол басқаларға әсер етуі мүмкін. Долорес: бұл топқа қандай кеңес бересің? Сьюзен: табиғи заңға эксперимент жасауды тоқтатыңдар деймін. Долорес: олар табиғи заңды бұзатын қандай эксперименттер жасады? Сьюзен: гендік манипуляциялар жасады. Долорес: неге жасады? Сьюзен: өйткені жасай алады. Олар өте күшті. Долорес: гендік манипуляцияны қалай іске асырады? Сьюзен: бұл туралы не айтарымды білмеймін. Долорес: маған бұл туралы білмеу керек деп ойлайсың ба? Сьюзен: ой, сіз де бір. Долорес: егер олар осы істі әрі қарай істей берсе не болады? Сьюзен: бәрі жойылады. Долорес: олар мұны білмей ме? Сьюзен: жоқ, бөлініп кетеді. Осы уақытқа дейін оларды автономия болған. Бірақ қазір саяси толқулар болып, әртүрлі мектептер жарық жолын ұстануға тырысуда. Долорес: егер олар тыңдамай кетсе, сіз оларды тоқтата аласыз ба? Сьюзен: олар өз-өздерін жойып жібереді. Долорес: сіз келсеңіз оларды тоқтата алатын сияқты көрінесіз. Сьюзен: бұл табиғи заңға қарсы. Біз тек кеңес бере аламыз. Долорес: егер олар тыңдамаса, ештеңе істеуге болмай ма? Сьюзен: ештеңе. Долорес: сіз бұрында осылай болғанын көрдім дедіңіз бе?
Сьюзен, мұндайды әртүрлі әлемнен көп көрдім. Долорес, егер олар тыңдамаса, бәрін басынан бастап қалпына келтіруге тура келеді, е? Олар бұл циклды қайта бастауы керек пе? Осы жолы тыңдайды деп үміттенесіз бе? Сьюзен, иә, үміттенемін. Ол пірге ақпарат беріп, ол бұрыс жолда жүрген адамдармен сөйлесуі керек еді. Ол мұнда қалмау керек, қажет кезде қайта оралады. Долорес, олардың не істеп жатқанын көре аласың ба? Сьюзен, иә, біз бәріміз білеміз. Долорес, біз дегенде өзіңіз кіретін топ мүшелерін айтасыз ба? Сьюзен, кеңес, олар бақылаушылар. Долорес, олар сол порталдың екінші жағында ма, бірақ олардың араласуға құқығы жоқ па? Не болғанын көру үшін оны алға қарай ауыстырдым. Долорес, пір адамдармен сөйлесе ме? Олар пірді тыңдай ма? Сьюзен, біраз уақыт, иә, 962 жыл өтті. Олар бәрін тағы да өз қолымен жойды. Долорес, сонда не болды? Сьюзен, жарылыс. Ашкөздіктің тұқымы өніп шықты. Олар табиғи заңмен манипуляция жасап, өздерін қайтадан жойып жіберді. Ол жылап алды. Бұл қалай сонда? Қиын болса да, сен оған бақылаушы сияқты қарайсың. Сьюзен, ғаламшардағы тербеліс энергиясының толқыны сияқты. Жарылыс, қалдықтар, от және су. Долорес, не үшін қатты соққы болды? Сьюзен, энергия сәулесінің кері серпуі қатты соққы тудырды. Долорес, осылай болатынын олар білді ме? Сонда да істей берді ме? Сьюзен, мұның бәрі билікке деген құштарлық. Біз тек кеңес пен нұсқау бере аламыз. Долорес, оған қараған кезде не көресің? Сьюзен, қирап қалғанын көремін. Бәрі құрыды. Қайғылы жағдай болды. Түтін, күйіп қалғандар, от. Долорес, аман қалғандар бар ма? Сьюзен, иә, бірнеше адам аман қалды. Долорес, оларға не болғанын көрдің бе? Сьюзен, олар қайта топтасып қалыпқа келуде. Долорес, бұдан олар бірдеңе үйренді ме? Сьюзен, үйренеді деп үміттенемін. О, біз ештеңе істей алмаймыз. Біз тағы да үлкен кеңеске барамыз. Долорес, портал арқылы ма? Сьюзен, иә, бұл жұлдыз қақпасы. Долорес, сіз порталды әрі-бері саяхаттау үшін пайдаланасыз ба? Сьюзен, иә, 14932-11. Долорес, бұл нені білдіреді? Сьюзен, бұл жұлдыздар қақпасының атауы. Долорес, бұл бір ұзын сан сияқты. Сондықтан оның әлі бірнешеуі болуы керек. Сіздің де айтқыңыз келгені осы ма? Бұны не үшін қолданады? Сьюзен, сәйкестендіру үшін қолданады. Долорес, әрі-бері саяхаттау үшін бе? Адамдарды осы портал арқылы саяхаттай ала ма? Сьюзен, иә, егер олар жарық денесінде болса, әрине саяхаттайды. Долорес, физикалық денеде жүрсе саяхаттай ала ма? Сьюзен, жоқ, ол кезде саяхаттай алмайды. Адамдар бұл жерді денеден шыққанда ғана табады. Сондықтан оны табу оңай емес. Долорес, үлкен кеңестің отыратын жері қандай? Сьюзен, бұл жер әдемі. Біз жарқыраған адамдармыз. Мен жарық пен энергиядан тұратын көптеген денені көріп тұрмын. Бұл жер жыпар аңқиды. Долорес, бұл ненің иісі? Сьюзен, жарықтың, жердің де иісі бар. Долорес, үлкен кеңесте сіз не істейсіз? Сьюзен, қай жерге көмек береміз, соны жоспарлаймыз. Кеңес береміз және бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Долорес, сіз негізінен жермен айналысасыз ба? Сьюзен, маған осы секторды сеніп тапсырды. Долорес, уақытыңыздың көбі осы жұмысқа кете ме? Сьюзен, біз адамдарға жұлдызды жазықта керекпіз.
Біз оларға жақсылық әкелетін нәрселерді үйретеміз. Долорес: сонда сізге бұрынғыдай физикалық денеге енудің қажеті жоқ па? Сьюзан: қажет кезде ғана енеміз. Долорес: сонда адамдарды жұлдызды жазықта жүргенде үйретесің бе? Түнде денеден шыққанда? Сьюзан: иә, адам жаны кеңістік пен уақыт арасында саяхаттай алады. Дәл сол кезде көмек көрсете аламыз. Бірақ бұл кезде де еркіндігіне қол сұға алмаймыз. Мұны табиғи заң басқарады. Долорес: егер олар сізді іздесе, бұл араласқанға жатпай ма? Сьюзан: жоқ. Долорес: дененің мүмкіндігі шектеулі ме? Мұның бәрі адамдар ұйықтап жатқанда түнде болады деп естідім. Сьюзан: болмаса сіз көмектесе алатын жағдайда болады. Біз сізді көптен бері балқылап, сізге жұлдызды жазықта көмектестік. Сіз керемет, ынталы оқушысыз. Долорес: маған көмектесетінін білемін. Мен мұны жалғыз істей алмас едім. Оларға айтып бергіңіз келетін ғажап жерлер көп пе? Сьюзан: дұрыс айтасыз. Долорес: физикалық әлем онша қызық емес пе? Сьюзан: оны зерттеу керек. Олар түнде ұйықтап жатқанда немесе есін білмейтін кезде адамдармен байланысып, ақпарат беретінін айтты. Әрі қарай кету керек деп ойладым да, қазір олар Сьюзан болып сөйлесіп отырғанын білеме деп сұрадым. Олар білеміз деп жауап берді. Долорес: сеанс кезінде өткен өміріңе оралатыныңды білесің бе? Сьюзан: бұл сіздің емдеуге арналған рецептіңіз. Сіз физикалық емдеуді насихаттау үшін топ мүшелерімен келісесіз. Біз мұны рецепт деп санаймыз, өйткені оның ингредиенттері жақсы. Долорес: бірақ ол өткен өміріне оралмады, яғни физикалық денедегі қарапайым өміріне бармады. Сьюзан: бұның қажеті де жоқ. Бұл кейбір адамдарға қажет болса да, оған қажет емес еді. Бұл оған ұнамайтынын білесіз. Долорес: неге? Сьюзан: ол жұлдыздарға сенбейді. Долорес: неге? Мен олардың шынайы екенін білемін. Сьюзан: ол оны ұнатпайды. Егер сіз оған періште екенін айтсаңыз, ол оны қабылдайды. Долорес: егер періште болса жақсы, ал егер жарқыраған тіршілік иесі болса керек жоқ. Сьюзан: дұрыс айтасың. Долорес: ол сені басқа түрдегі періште деп ойлауы мүмкін. Сьюзан: иә. Долорес: басында ол сен сияқты көрінді. Сіз оның аспектісіз бе? Сьюзан: иә, сіз бәрін білесіз. Долорес: иә, білемін, бірақ қазір біз оған көмектесуіміз керек. Бұл үшін кейбір түзетулерді енгізу керек. Сьюзан: біз осымен жұмыс істеп жатырмыз. Әлі де күліп отыр. Ол дайын, әйтпесе бұлай болмас еді. Долорес: сіз оған маған келуі керек деп айттыңыз ба? Сьюзан: иә. Долорес: олар таңғалып қалды. Өйткені сөзіне қарағанда бұрын соңды мен туралы естімегені байқалады. Сьюзан: біз қумыз, иә? Күледі. Долорес: менің қызым сізді қоғаммен байланыс агенті деп атайды. Сьюзан: қызмет еткеніме қуанамын. Долорес: менің байқауымша, сіз мұны жиі істейтін секілдісіз. Оның ойлау тәсілін ескере келгенде, бұл сеанс оның күткенінен өзгеше бола ма? Сьюзан: о, иә, дегенмен біз оның қазір дайын екенін сеземіз. Дей тұрғанмен бейімделу керек. Біз оның бәрін естіп, түсінуіне біреу көмектесетінін білдік. Долорес: оның қолынан келмейтін нәрсені біз ешкімге бергіміз келмейді. Сьюзан: сіз бәрін жақсы білесіз. Тағы да күлді. Біз сізді ұзақ бақыладық. Ол сізді тыңдағысы келеді. Өйткені ол сізбен қандай да бір туыстық қарым-қатынасты сезеді және сезімін түсінеді, сенеді. Сіз оған көмектесіп, қолдай аласыз.
Бұл сіздің тапсырмаңыздың бір бөлігі. Ол бала күніндегідей пайдасы тимейтініне сенгісі келмейді. Егер ол өзінің кеңеске кіретінін білсе, сенбейді, ешқашан сенбейді. Долорес, сіздің өзімен сөйлесетініңізді қалай түсіндіреді? Сьюзен, ол дауысын естиді. Біз дауыс арқылы манипуляция жасаймыз. Дауыстың күшін сезеді. Долорес, сондықтан ол өзі ойлағаннан да маңызды екенін білетін кез келді. Сіздің де ойлағаныңыз осы ма? Сьюзен, иә, біз жаңа жерге көшуді жеңілдетіп, адамдардың оған бейімделуіне көмектесуіміз керек екенін білесіздер. Біздің басты міндетіміз осы. Бәрі өзгереді, адамдарға көмектесетін біреу керек. Сондықтан сіз де ол да керексіздер. Сіз адамдарға бейімделуге және жаңа жерге көшуді жеңілдетуге көмектесесіздер. Долорес, иә, маған бұл туралы айтты. Бәрі тез өзгеруде. Бәрінің қайта жойылып кетуіне жол бермеу керек. Сьюзен, бұл мүмкін емес. Сіз мұны білесіз. Бұл мүмкін емес және болмайды да. Долорес, бәрін қайта істеуге көп уақыт кетеді. Сондықтан жаңа жер жасайсыз ба? Сьюзен, сіз қауіпсіз екеніңізді білесіз. Ол өзінің қауіпсіз екенін біледі. Долорес, біз сондай-ақ бәрі бірдей жаңа жерге көшпейтінін білеміз. Маған солай айтты. Сьюзен, сізге дұрыс айтты. Сіз бөлінгенін көресіз, түсінесіз бе? Долорес, мен тырысамын, бірақ бұл қиын. Сьюзен, бұл өте қиын, сондықтан адамдардың қарапайым рецепті болғанын қалаймыз. Долорес, ең бірінші баланың апыл-тапыл басқан қадамынан бастау керек. Неге басында оған осылай жойылғанын көрсеттіңіз? Сьюзен, оның денесінде сол кездегі жасушалық жады бар. Оны параллель тіршілік деп атауға болады. Оның жоюға тікелей қатысы жоқ. Бұл оның жасушаларында кодталған. Өйткені ол қалай жойылғанына куә болды. Долорес, неге оның бұл туралы білгенін қаладыңыз? Сьюзен, ол жер ғаламшармен бөлісу үшін берілген құралдардың күшін бағаламайды. Оянатын уақыт, жаңа жермен біргетін уақыты, ол мұны бағаламайды. Біз оның өз жарығымен бөлісудің қаншалықты маңызды екенін көргенін қаладық. Ол күшін бағаламайды. Осы уақытта жарық тарату маңызды. Долорес, бірақ ол көп жақсылық жасайды емес пе? Сьюзен, иә, біз оны мақтан тұтамыз, бірақ бұл әлі де аз, өте төмен деңгей. Ол өзіне сенбейінше көп жақсылық жасай алмайды, яғни жоғары деңгейге көтеріле алмайды. Долорес, сіз оның жоғары деңгейге көтерілгенін қалайсыз ба? Сьюзен, ол физикалық дененің осы деңгейінде өзін еркін сезінсе ғана көтеріледі. Сьюзен кейбір тіршілік иелерінің онымен ұзақ сөйлескенін естіді. Бірақ оларды періштелер деп ойлады. Негізінде олар кеңес берген еді. Олар күліп, бұл оған мүлдем ұнамайды. Оған бұны дұрыстап жеткізіңіз, жарай ма? Сьюзен, ол адамдарды жарық көзімен байланыстыру керек. Ол тек байланысқа қатысты бөлікті естиді. Бұл қалыпты жағдай. Сьюзанның да көптеген физикалық проблемалары болды. Ештеңе көмектеспегенде ғана уайымдау керек. Біз оның осылай жазаланамын деп сенгеніне өкінеміз. Түпсана Сьюзанның денесін аралап, барлық ауруынан емдеді. Қорқыныш осы әлемнің иллюзиясы. Одан басқа ештеңе де емес.